Мен Қабдырахманова Назгүл, Балауса бөбекжай бақшасының тәрбиешісі. Бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы атамның мұрасы асыл қазына. Біздер бүгін Тұрлан Ильястың атасының шеберханасындамыз. Ильястың атасы бізге мал терісін қалай илеу керектігін түсіндіріп береді. Қайырлы күн. Бүгін Ильяс немереміз екеуміз мал терілерін өңдеу және оны илеу жөнінде түсініктеме береміз. Ата бұл не? Бұл ешкінің терісі. Бұл ешкінің терісі қазір тұздалып, ылғал күйінде шығып тұр. Оны келіп, осындай шегемен қағып қоямыз жарға. Сосын оның мынандай ет тері болады артық. Соларды біздер пышақпен аламыз бүйтіп, қалың еттерін. Көрдің ба? Пышаққа сақ болу керек. Бұл пышақ балдар сақ болу ұстау керек. Мұны бүйтіп, үлкен-үлкен еттерін алып тастаймыз. Етін тазалаймыз. Бұл ешкінің терісі. Бұдан біздер қазір ешкінің терісін тазалап болғаннан кейін ылғал күйінде тұздалған тері. Мынау кепкен тері. Бұл кепкен теріге сен қазір айран жағасың. Бәріне жағышың керек. Көрдің ба? Бұны дұрыстырсың. Аны бүйтіп миямасың. Қойсын, айранды бүйтіп жағышыңыз керек. Тері қатты кен. Бұл қатты болады. Міне мынау кептіріп қойғанымыз кепкеннен осындай қатты болып қалады. Сосын біздер сол жұмсару үшін айран жағамыз. Айранды бүйтіп жағуымыз керек, толықтай жағуымыз керек. Айран деген бәрі ештеңе қалмау керек. Бәке, жақпай. Көрдің ба? Біздің аталарымыз 4 түлік мал құлатқан, соның терісін, жүнін, сүйегін бәрін пайдаға асырған. Жұмысты асықпай істеу керек. Бәріне толық айран теу керек. Атамызда тері қашандай болады? Бұл деген ертең осылай жағамыз, сосын бұл кебет, содан кейін тағы бір жағамыз. Содан кейін бұны тазалауымыз керек. Оның әлі істейтін жұмысы көп. Қазір тағы да көрсетем, қалай дайындалатынын. Ата тері дайын болды ма? Тері әлі дайын емес. Анау жаңа кешегі жаққан айранымыз кепті. Енді біздер оның мынандай құрылыстың пайдаланатын нажат дейді. Осыны біздер бетін тазалауымыз керек. Бетінде қалған ет болады, көрдің ба? Қолын олай істемін. Осылай тазалаймыз. Көрдің ба? Оны тазалайсың, оны қалдырмайды. Біздерде қалған еттің елерін бәрін тазалап отырамыз. Бүйтіп тазалаймыз. Енді ұстап қарашан, қалай екен? Ата жұмсады екен. Жұмсады ма? Жұмсады. Бұны тулақ дейді. Бұны деген есіктің кіребесіне жаяды, әдемілеп тұр. Бұл деген тазалыққа неге күшті. Сонымен ердің үстіне салады. Көшіп баратқан мезгілде бұны арбаға салып алады. Дала қоңына астына жаясың. Көрдің ба? Ильяс, сонымен сен бүгін атаңнан не үйрендің? Атамдан тері тазалауды үйрендім. Мына еттері алуға үйрендім. Екінші теріді айран жақтым. Содан кейін не істедіңдер? Теріді тазаладым. Тазалаған тері қатты бола ма екен, жұмсақ бола ма екен? Жұмсақ. Жұмсақ болады екен. Бүгін біздер Ильястың атасына рахмет айтамыз. Қазақтың ұмыт болып бара жатқан теріні өңдеу тәсілдерін бізге үйретіп, немересіне осындай өзінің ақыл кеңестерін беріп отырған үшін Ильястың атасына рахмет айтамыз.